түрін екеуінде түрін түсіріп жүрші қандай шамалы болғанда әжептәуір қалың екен. Қалыңдығы көрініп тұр міне. Сіздерге де көрініп тұр ма? Қалың болып көрініп тұр. Енді бұны біраз әлі жаюға тура келеді. Ал енді осы жерде бағасын бере кетейік. Ондық малдық жүйемен ауылдан келген 10 бал. Өте керемет, әдемі жайған. Тамаша. Ал енді қаладан келген келініміз Аделя келіндікі. Сіз ренжімеңіз, бірақ сізге 5 бал. Яғни бұны әлі жарты жұмысы бар деген сөз. Бітпеген. Келесі өздерінің қолынан шыққан дәмдерін ұсынады келіндеріміз. Енді ауылдан келген келін не әкеліпті? Мен өз қолымнан жасалған тандыр, ас атасы нан деген сияқты тандыр нан пісірдім. Ой, молодец, жарайсыз. Өзімнің қолымнан пішкен печеньелер. Печеньелер пісірдіңіз ба? Иә. Өз қолымнан пісірген наным мен печеньем. Ой, жарайсыз. Молодец. Енді қаланың қызы. Мен диет ұстауды жақсы көремін, сондықтан мен кішігірім ащы салат пен алма әкелдім. Өз қолымнан істеген. Жарайсыз. Өз қолыңыздан істесеңіз, онда еңбегіңіз бар екен. Енді сіздерді бағалап кететін болсам, ауылдан келген келіннің Айданың мысалы, наны дейді, не деген керемет наны әдемі. Тандыр нан жапқан тағы да. Керемет осылай. Енеңізге жауап бересіз ба? Күнде ыстық шаймен бересіз ба? Иә, беремін ыстық шаймен. Енесіне беріп отырады екен. Осындай әдемі печеньелер, жұмсақ печеньелер. Ал сіздің өнімдеріңіз, әкелген өнімдеріңіз салат дейді. Бұл салат әрине бұған да көптеген уақыт кетеді. Бұны қайнатады, жаңағыдай турайды деген сияқты, иә? Сіз өз қолыңызбен сатып алдымға көп ақшаға. Ой, мен өзі істеді, өзі қолынан турап, бұны әдемілеп еңбек қылып жасады деп айтайын деп отырсам, бұл кісі қаланың қызы келін Аделя сатып ала салдым деп отыр ғой. Яғни ол дайын өнімді ала салған екенсіз, иә? Алманы қаяқтан алдыңыз, алманы? Әжемнің бақшасынан алдым. Әжесінің бақшасында өскен алма екен. Оған хотя бы су құйып бір көмек бердіңіз ба жаздай? Иә. Дәріледік осыны. Дәріледік па? Құрт түспеген содан екен ғой, әдейім болыпты ғой. Құрт түспек әніш. Бізде де алма бар, бірақ құрттап кетеді да сол. Күздік алмалар әсіресе құрттап кетеді. Әдемі екен. Енді бұл жерде ауылдан келген келінге осынша еңбегі бар, тандырға от жағып пісіріп, печеньені пісірген 10 бал. Ал енді қаладан келген келін Аделяға барлық дайын өнімді, яғни бұны дүкенден сатып ала салдым деп тұр, сондықтан сізге 8 бал. Келесі тұр, сылдыратпашы. Бізде келесі тұр өз қол өнерін көрсету. Кім қандай өнер қолынан келеді екен, соны көрсетеміз. Бірінші ауыл келіннен бастайықшы. Мына мен өзім осыны тіктім, кенек кішігірім жастығым, өзім мәні ойлап тіктім. Сылдыратпашы. Керемет, тамаша. Қандай ісмер. Сосын мен кішенеме арнап нымша тіктім. Өз моншақтарымен. Моншақтарын өзім салдым. Ой, керемет. Мына қарашына, енесіне арнап ұзын осындай камзол тігіпті. Кәжігей камзол. Моншақтарын да өзіңіз істедіңіз ба? Моншақтың бәрін өзіңіз салдыңыз? Иә, өзім істедім. Не деген келін бере салған, құдай. Керемет. Молодец, жарайсыз. Ал енді қаланың келіні, қаланың қызы Аделя келін. Мен орамал алдым, әдейі қымбатын алдым. Ойбай. Соны ала салдыңыз ба? Сізге бәрі ақшамен шешіле салады екен, сіздің тірліктеріңіздің бәрі, иә? Иә. Мен де алам ба деп тұрдым. Сосын мынаны ала салдыңыз ба? Иә, осыны. Апаңызға осыны апарып бересіз ба енді енеңізге? Иә.
А. Біраз қымбат заттар түсу. Енді соңғы турымыз осымен аяқталды. Енді қорытындылаймыз. Қорытындылағанда жалпы есеп бойынша бізде қанша тур болды, қыздар? 4 тур болды ма? 4 турда 45 балл жинаған ауыл келіні бірінші орын. Маған ше? Сізге енді өкінішке орай бірақ орын бар бізде, бірақ жаңағыдай жолдама біреу ақ. Сондықтан жолдама ауыл келініне кетті. Қаланың келіні сіз осы сияқты ауыл келіні сияқты көп деген нәрселерді үйренуге тура келеді екен. Сізге қолөнер шебері, қолөнер жағынан болсын, жаңа ас пісіру жағынан болсын, кулинария жағынан болсын, сіз енді көбірек жаттығып келесі жарыстарда сізді де жеңіске жетеді деп есептейміз. Ал жеңісіңіз құтты болсын. Ауыл келініне не айтасыз жалпы жұртқа? Мен өз неден алған Дубайға беретінді енеме беретін боламын. Енем жақсы қыдырып қайтсын. Ой, рахмет. Байжыда, мұнаның бәрін өзің істеп, сонда өзің бармайсың ба? Ере саласың ба не? Ақшамның бәрі құны босқа кетті. Көрдің ба, мен жеңдім. Зато өзің бармайсың ғой. Келесі видеода кездескенше. Осымен біздің видеомыз аяқталды. Сіздер бізге лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сау бол!